Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге 3-ақ ингредиенттен тұратын шоколадты десерттің жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен ол десертіміз қандай сіздерге көрсетейін. Мінекей мен жүрекше пішіндес қылып жасадым. Өте әдемі, прям үлбіреп, дірілдеп тұрады. Енді сіздерге разрезде қандай болатынын көрсетемін. Сондай прям жұмсақ болып кесіледі. Ешқандай артық ингредиент жоқ. Көрейін енді дәмін. Бісміллә. Өте дәмді. Бұл жердегі ең басты ингредиент шоколад болып табылады. Шоколадтың сапалысын, жақсысын таңдайтын болсаңыз, бұл десертіңіз өте таптырмас тағам болады және қонақтарыңызды қуантуға осы десертпен кеңес беремін. Ендеше жасауға кірісейік. Достар, кешірім сұраймын, видеоның басында 3 ингредиент деп қателесіппін. 4 ингредиенттен тұрады. Барлығы төменде көрсетілген. Ең алдымен бізге эмалированный ыдыс керек болады, себебі отқа қоямыз. Сонымен эмальді ыдысымызға сүтімізді қойып, орташа отымызға қоятын боламыз. Содан кейін шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Шекеріміз жәймендеп еріп бастаған кезде ғана үстіне шоколадымызды салатын боламыз. Мінекей шоколадымызды салудамыз. Достар, міндетті түрде сапалы, өзіңізге ұнайтын дәмді шоколадты пайдаланыңыз. Осылайша жақсылап араластырып, шоколадымыз ерігенге дейін келтіреміз. Содан кейін желатинімізді салатын боламыз. Мінекей желатинімізді салдық. Енді қоспамен әрекетке түсуі үшін бізге ол қайнауы қажет. Яғни қайнауға дейін жеткіземіз. Енді қайнап бастаған кезде ешқандай араластырмай 1 минут тыныштықта қайнауы қажет. Содан кейін ғана барып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып, өзімізге керекті формаға құйып алатын боламыз. Мендегі бары осындай силиконды жүрекшелер формасы болды. Егер де сізде дөңгелек немесе төртбұрыш болса да ештеңе етпейді. Осылайша басқа ыдысқа аударып құюға ыңғайлы қылып алдым. Барлығын толтырып құйып шығамын. Содан кейін тоңазытқышқа кем дегенде 2-3 сағатқа салып, салқындатып алатын боламын. Сол кезде бұл десертіміз өз формасын сақтайды. Мінекей менде 3 сағаттай уақыт өтті. Арасында тез қатуы үшін мұздатқышқа да салып алдым. Осылайша формадан оңай жеңіл алынады. Мінекей осындай жүрекше тәріздес әдемі, дәмді, ең бастысы шоколадты десерттеріміз дайын болды. Қасына құлпынаймен немесе таңқураймен, түрлі жемістермен әсемдеп дастарханыңыздың көркін ашуыңызға әбден болады.